мен уже личный покупка миллион теңге істеуім керек. Сонда ғана бізге бонус, тур бонус, автобонус бәрі түсіп отыратын болады. Енді кеше ғана тур бастаған сияқты болдым да, турды да жаптым, автоны да жаптым, хомды да жаптым. Бірақ барлығы сұрайды. Сіздің команда барлығы, сіз компанияда бірінші тұрсыз, соның үшін, конечно, жаптыңыз. Жоқ, компанияда бірінші мен емес. Маған да параллельный структуралар бар. Ол бірінші, бұл маркетингтің кереметтілігі. Сіздер бір аяқпен да істей аласыздар. Екі аяқ хотите істеңіздер. Хотите, үш аяқ істеңіздер. Маркетинг и бинар болады, и одинар, и тринар. Это уникальный маркетинг план. Понимаете, үлкен кәдімгідей кеше мен видеомды көрген боларсыздар, я? Магний келді. Магний не просто магний, который аналога не имеет. Ішінде 5 компонент бар. Бір магний емес. Обычно бір магнийдің өзі не істейді? Бір магнийдің өзін істе, ол бүкіл жаңағы организмде керекті құрамда бәрін макро-микроэлемент дейді, соның бәрін жуып кетеді, шайып кетеді. А бұл жерде оған альтернатива магнийдің. И восстанавливает сердечно-сосудистую систему, жүректі, да, миды. И еще дополняет, понимаете? Дополняет альтернативасы. Сондықтан магнийдің бағасы 36 000 теңге болады. Бұл жерде новый сайтта уже пакет дегендер болмайды. Каждый адам покупка істеп отқанда, например, 2 магний алды, 1 йод алды, я? Ол бағасы 36 000, 72 000, и ана 1 йод алды 102 000. Сол 102 000-ның процентный соотношениесі төленеді. Понимаете, процентный соотношение уже төленеді. Ол жерде қараңыздар, көп компаниядан айырмашылығын сіздерде PV, CV, адам өсіру, личник өсіру дегенде мүлдем біз жоқпыз, да? Модель дейді ғой, любой бизнестің бір моделі болады. Модель бұл жерде экосистема. Экосистема деген ішіне ол нашествие ғой, бір нашествие. Қазір экосистема в тренде. Бүкіл шет ел мемлекеттерде экосистема. Экосистеманың ішіне не кіреді? Кеше Мирас мырза көрсетіп кетті, да, дорожный картасын. Қазір экосистемасы UmiKZ компания, да? Бір направлениясы Юми Club. Это мы и вы, которые участвуем в бонусной программе. Мы участники клуба. Біз участник клубымыз ғой. Сол мы участники клуба, біз бір направлениясы Юми Club. Юми Club'та не болады? Юми Club'та осындай эксклюзивный товарлар болады. STM дейді ғой, собственный товарный марка имеет свой. И может реализация делать через бонусную программу. Яғни STM өзінің чайлар шығады скоро жантақпен 15 000 теңгеден. Чайлар шығады, басқада бытовой техникаларда болады бұл жерде, именно бонусный программаға. Яғни сіздер керек нәрсеңізді не только жантақ линияда, басқада қолданысқа керек. Зубный паста болсын, шампунь болсын, басқада сіздер уже повторный покупкадан аласыздар. Ақшаның барлығы повторный покупкада. Қазір біздер аптасына 3 миллион, 4 миллион, 2 миллион, 1 миллион алатын болсақ, повторный покупкадан уже аптасына сіздер 10 миллион, 15 миллион спокойно алып отырасыздар. Сіздер себебі бесконечно линия құра бермейсіздер ғой, бесконечно подписка сата бермейсіздер ғой. Сіздер болды, команданы құрып алдыңыздар. Конкретно команданы құрып алдыңыздар. 2-3 айда жасап команданы құрасыз. Ол команда сіздерден повторный покупка өздері алады. Сіздер обязывать етпейді оны. Өздері алады. Маған қазір менің туалетный бумагым бітті үйде, я, шампуньым бітті, тағы бірдемен бітті. Мен істеймін. Именно Юми Club'тан алам. Юми маркет емес. Не перепутайте. Юми KZ дедім уже, бір направление Юми KZ. Юми KZ-тің бір направлениясы Юми маркет, который эко-товарлар жаңағы скидкамен алатын, я. Екінші направлениясы Юми Club. Бұл бонусной программе, в которой мы участвуем, участники клуба, да. Тағы Юми Travel, көрдіңіздер, Юми Travel, да. Уже арғара Юми Food, Юми Beauty ашыла береді. Юми Food деген уже жаңа тамақ жейтін жерлер, заведениелер, сіздің Юмидің жаңағыдай QR-коды болады, сол QR-кодпен көрсеткенде сіздерге қазір қалай магазиннен, біздің магазинде қандай скидка алып
отырсыздар, сол сияқты заведениеде де, басқа жерлерде де сондай үлкен колоссальный скидка аласыздар. Бұл уже эко-система деп аталады, понимаете? Бұл не емес, кэшбэк емес, бұл скидка дисконтный емес, бұл эко-система, которая новшество, өзінің бір жаңалығы. Сондықтан біздер қазір екі направлениесі жұмыс жасап тұр: Юми маркет, Юми клаб. В скором времени Юми Travel қосылады, тағы қосыла береді бізде, понимаете? Сіздер каждый келіп жатқан адамдарыңыз, сіздердің каждыйыңыз осы жерде 2 жыл, да, 1 жыл, 2 жылдан кейін өздеріңіздің қай жерде отырғаныңызды просто көріңіздер, сезініңіздер, біліңіздер. Бұл Шарашкина контора емес. Кеше сіздерге көрсетті, я, командасымен Мирас мырза шықты, что за компания, юристтер өздері сөйледі, қандай бағытта, қай уақытта, қандай жағдайда, что компанияның қорғайтынын, компанияның фундаментін бар екенін, что бухгалтерияны көрсетті, что бухгалтерияның өзі, Назгүл ханымның өзі шығып сөйледі, қандай жағдайда, заңды істейтінін, что қай жаққа, ол 6 айлық компания еместігін, что жоспарын 5 жылдық, 10 жылдық ғасырға оны жеткізгіміз келетінін деп өздеріңіз көзіңізбен көрдіңіздер. Талғат мырза келді, что операционный директор на логистика жағын, магазин жағын барлығын ретке келтіріп жатыр. Қазір енді біздің бонусный программаға қатысу үшін 4,5 мың, 15 мың теңге подписка обязательно. Ол подписка дегеніміз не? Подписка деген Алисаға төлеп отырсыздар айына, да, либо активке төлеп отырсыздар. Активке Билайнға да подписка айына. Бірақ сіздер оны сіз қолданасыздар. Сол сияқты сіздер қолданасыздар оны. Қазір Юми маркетке қолданасыздар. Если Юми Travelға қолданасыздар, Юми образованиеге қолданасыздар, тағы қолданасыз. Скидка сіздерде ол уже Юми кезектің направлениесі жаңағыдай без посредника и без наценок. Любой, хоть услуга, хоть товар, без наценок и без посредника. А ол кереметтілігі до такой степени, да? Сіздер ертеңгі күнінде басқа да товар алатын болсаңыздар, мүмкін продукция аласыздар, да? Мүмкін кілем, мүмкін автомобиль, мүмкін тағы мебель деген сияқты. Бірақ соның барлығынан сіздерде үлкен скидка тұрады. Юми Travel'дың өзінде Қазақстаннан бастаймыз деді. Қазақстаннан бастаймыз, бүкіл развлекательный комплекс болсын, бүкіл жаңағы ойын-сауық орталығы болсын, бүкіл санаторияны алады да, 30-40% сіздерге скидка алып береді. Потому что Юмида не бар, аудитория бар. Аудиторияны жинаватыр, да, үлкен инновационный продуктылар шығара беретін болады, IT-компания болғандықтан. Бұл Юми Club деген біз направлениесі, который бонусный программада, это мы участвуем қазір, да, делаем рекламу. Біздің бухгалтерия айтқандай, біздің жаңағы окетіміз, Кенжехан қандай еді біздің окет? Что біздер рекламный услугамен айналысатын боламыз. Рекламный услуга. А біздер уже общеустановленный 10%, ИП-ға шығарғанда 10%-імізді төлеп отыратын боламыз. Және де енді маркетингте бұрынғыша қалай маркетинг өзгерген дымы жоқ. Бұны маркетингте сіздерге промоушен ретінде берді, 1 ай қойды промоушен ретінде. Қазір третий личность қойғанда утроенный реферал алып жатыр ғой, новичоктар. Соны уже 1 ай беріп болып, енді бұрынғы маркетингке қойып жатыр. Яғни бұрынғы маркетингте улучшение болды. Каким образом? Если бұл жерде дополнение болса, изменение болған жоқ, қысқарып тастаған жоқ математически, наоборот, үстіне қосып 15 уровень деген, это, ребята, колоссальный прямо чеки шығады, это вообще сказка. Ойлап, мана сынаватырым, 15 уровеньді. Басын ойлағанда, просто визуально со ақшаларды санап көріңіздер өздеріңіз. 3 адаммен, 2 адаммен көріңіздер. 3 адамның өзінде бізде 12 уровеньде 5 миллиард ақша жатыр. 12, а 15 санайтын болсаңдар қанша ақша жатыр. Бірақ соның барлығын хорошо, 1 жылда істемей қойыңыздаршы, 2 жылда істесеңіздерді. 2 жылда тур жабыңыз, авто жабыңыз, хом жабыңыз, 2 жылға бөліп тастаңызшы.
соның өзіне айына 2 миллион просто так поощрительный бонус келеді сіздерге. Помимо чеков еженедельно, ну это же классно, қайда бар ондай маркетинг, қандай бар. А если продукцияға келетін болсақ, завтра Индира ханымды попросим, сіздерге попроще барлығын айтатын болады. Бізде продукцияның 5 түрі бар қазір, да? Хлорофилл зеленый, ол полный ЖКТ-ны тазалайды кәдімгідей, да? Даже бауырдың құрттарына дейін шығарып тастайды. А еще бізде самый жантақ экстракт бар, фиолетовый. Ол қанды тазартады, иммунитетті көтереді. Ол мощный оксидант енді, ол клетканы обновлять етеді. Уже бізде қан ішек тазарып жатыр ғой. Уже бізде бауыр мен миға ол лецитин. Бауыр мен миды уже лецитин прямо жаңағы өзім туған анамнан результат болды, оны жантақ деген отзыв чатқа жаздым, что бауырында 3 ай бұрын Ташкентке барғанда уплотнение болды, бауыр ісіп кеткен, 4-ші стадия жировой гепатоз, уже у вас цирроз деді анама. Маманың настроениесі болмай, и жарайды 3 күн ана доктордың берген системаларын алып көрді, бірақ ол жерде уже побочный эффект болғанса алған жоқ. И дальше лецитинмен жантақты іше берді. Кеше недавно жантақ деген отзыв чатқа мен бөліскен болатынмын, что врачтың өзі таңғалып, сіз не іштіңіз, менің рекомендациямды іштіңіз ба деп қуанып. Жоқ, мен сіздің рекомендацияңыз іше алмадым, бірақ мен осындай лецитинмен жаңағы не іштім, жантақ іштім десең, апа бізге де жіберіңізші, ол не продукция деп Өзбекстанның уже қызығушылық танытып жатыр. Не үшін? Себебі продукция работает на 1000%. Просто это вам кажется, да, некоторым, ой, әшейін су деп, әшейін су емес, это концентрат, любой нәрсенің сығындысы. Концентрат деген оның кішкентай болғанмен, оған 1-2 тамшының өзі кәдімгідей жұмыс жасайды. Даже тілдің астына, просто тілдің астына тамырға тамызатын болсаңыздар, сразу результаттар алып жатыр. Басқа да маркетинг план бойынша жаңа кешегі 8 ноябрьде уже шымкенттіктер болса қатысыңыздар, уже компанияға обучение система қойылды. Системасы бар компаниялар құлдырамайды, неше жылдық үлкен компаниялар болып жатыр. МВ да 50 жыл, 70 жыл өмірлері бар. Oriflame, бәріне система бар компаниялар. То же самое бізде система қойылып жатыр. Сауат КЗ-тің президенті Мирхат Мырзаның өзі бізге система қойып жатыр. Сол системамен жұмыс жасайтын боламыз. Кран деген жаңа кешегіде біз айтты ғой, үлкен кран, тағы бір тұлға кран деген сияқты. Ол жерде уже крандарды бөлінеді. Қалай, каким образом? Кімнің командасында қанша адам бар, соған қарай бізде статус жоқ, но кран болады. Кран білесіздер, үлкен құс, биікте ұшатын құс, да? Сол сияқты ол кранның жаңағы несін обратно оқитын болсаңыздар, кешегі бізді саммитте айтты ғой, нарық это масштаб. Сондықтан осындай масштабный компанияда кран болыңыздар, жаңа масштабный компанияның жаңағы сіздер ертең обучениесін өткізесіздер, сіздерді үйрететін болады, каждый қалаға баратын боласыздар. Мен тағы рет айтып кетемін, бұл Шарашкина конторада емессіздер, который бүгін ашылып, ертең жабылатын компания емес, бұл көріп отырсыздар, фундаменті бар компания, системасы бар компания, товарына ақша таба алмай отырған компания емес, с нуля бастап, да, ондай емес, қаншама товар келіп жатыр, айтқан кешегі істеліп жатса да істеліп жатыр, что это показывает серьезность компании. Серьезность компании көрсетіп тұр. Что сіздерге мына магний келеді деді, келді ғой, айтқанын істеліп жатыр, осындай болады деді, осындай болып жатыр, барлығы жасалып жатыр. Біз мы на правильном пути. И я могу уверять команду и гарантировать, да, что здесь будет масштабный компания, масштабный клуб. Біз клубта өмір болып көрген жоқпыз, первый раз. И каждый из вас, вы участники клуба. Ертең қараңыздар, үлкен клубта сіз кран болып жатсыз, да, вас будет обучать, сіздерді
VIP клуб деген болады, элит клуб деген болады. Сол клубта сізді дәрежеңізді көтере береді. Сіздің дәрежеңіз көтерілген сайын вас будет обучать, үлкен тренингтер, тренерлер, да? Сізде уже лично продюсерларыңыз болады, что сіздерде лично жаңағы мобилографыңызбен кәдімгідей себебі сіз үлкен клубтың жаңа элит клубта элиталар деп сөйлейтін болады. Вот сіздер соған барғыларыңыз келсе, не дейді, үлкен алыс сапарға шыққанда, каждый шаңға балағыңды қағатын болсаңыздар, сіз жете алмайсыздар. Каждый балақтағы шаң ол каждый негатив, каждый сомнение, каждый раз жаңағы спонсор вас будет убеждать, ойбай ондай болады, ойбай күшті болады деп. Ну, на самом деле, если сіздердің арманыңыз, өздеріңіздің мақсатыңыз болса, да, кешегі 50 адамның мақсаты, конкретно арманы мен мақсаты бар адамдар сондай келді. Алтын уақыттарын қиды, 5000 теңгелерін қиды, келді. Бірақ сол 5000 теңгесі ертең өзіне аптасына 5 миллион теңге болады. Бұл жерде тек қана оның ертесіне Алматыда болды обучение, барлығына инструмент, что адамның өзінің бір несі болады да, келе жатады, үлкен лидер болса да өздеріне сомнение ұстайды, либо компанияға сомнение ұстайды, или там мына жерде что-то не получается деп ойлайды. А соның инструментінің бәрін Мерхат мырза көрсетіп жатыр. Что, почему компанияда бізбен болу керексіздер? Почему компанияға сену керексіздер? Бізге сенген жағдайда не болады, өзіне сенген жағдайда не болады. Барлығын соны көрсетіп берген Мерхат мырзаға алғысым шексіз. Бірақ компанияның телеграмнан өздері шығатын болады. Қазір міне Алматыда болды ғой, енді Шымкентте болады. Шымкенттегілер Қызылорда, Түркістан бәрі Шымкентке келеді. Потом Астанада болады. Астаналықтарға Қарағанды, Қостанай, Өскемен бәрі бір жерге жиналады. И одан кейін дальше Ақтөбеде болады. Сол 4 қалада, үлкен 4 қалада болып шығады. Ақтөбеге вот Атырау, Уральсктен келетін болады партнерлар. Сонда компанияның тарапынан сіздерге мощный тағы да жаңалықтарды күтуде. Промоушн берді, көрдіңіздер, я бүгін 300 мыңды тіркейтін болсаңыздар, 100 мың теңгеге сертификат аласыздар да, сіз магазиннен барып толтырып товар алуыңызға болады сертификатқа. 30 мыңнан 3 адам тіркейтін болсаңыздар, 10 мыңға бар товар алыңыздар. Барлық сіздер үшін жасалып жатқан промоушндар бар, керемет, я. Иншалла, енді декабрьге планирует үлкен открытие компания, форум, ол открытияға керемет продукция дайындалып жатыр, что ешқандай да, ладно, магний дейді, ешқандай компанияда жоқ ол нәрсе дайындалып жатыр. Өздеріңіз көзіңізбен көріп оны адам шок алады ол продукциядан. Себебі оны естімегенде бұл уақытқа дейін ондай нәрсе болмағанда, көрмегенде, сатылмағанда. И каждый сіздер соны реклама жасап миллионер боласыздар. Қазіргінің өзінде бізде жаңа айтып кеттім ғой, лецитин ол мен бауырға, жаңа бізде не бар, йод, синий йод ол гормональный сбойға, например, біздер уже онда ұқтап қалуымыз керек, түнде ұқтамаймыз, это нарушение. Гормонның сбой болып жатқан осы жерде, да? Что йодпен мы можем пополнять, да? Біз моренің бойында, океанның бойында өмір сүріп жатқан ешқандай халық емеспіз. Біз шынымен синий йодқа мұқтаж халық именно. Щитовидкамен екінің бірі, қазір щитовидкамен. И ересек адамдар болса, үлкен, кішкентай оған қарап атқан жоқ. Дальше уже бізде 5-ші оның магний. Сондықтан осы керемет продуктыларды просто біздер өздеріміз айтып реклама жасайтын болсақ, өздеріңіз көресіздер нәтижесін. Енді біздерде не ол? Біздерден әрекет ол, берекет Алладан. Тек қана мынандай ғой, бір нәрсеге енді мен өзім сатып жатқан нәрсеме сеніп, мен с любовью, жүректен, әрқашан сөзде жүректен шығады, я сөзде жүректен шығады, результатта жүрекпен айтылады. Если біздер өзіміз сенбеген нәрсеге, сенбейтін нәрсемізді біз жүрекпен айта аламыз ба? Айтыңыздаршы. Сіздер жүрекпен айта аласыздар ма осы продукцияны? Вот көп адам наблюдениеде отыр. Не болады екен нарты? Ондай болар, лидерлердің арасында болып жатыр сомнение. Неге өзгертті? Тағы бірдеме ондай нәрсе болып жатқан жоқ. Математически ойлағанда, міне, қазір мен не үшін жүрекпен айтып жатырмын осы? Себебі мен компанияның болашағына сеніп тұрмын. Әуелі Аллаға, екінші өзіме,
және де компанияның болашағын көріп тұрмыз ғой. Мен көрдім компаниялар, товары келмей жатқан компанияларды көрдім. Стартап компанияда халықтың ақшасын ашылып жатқан компанияны көрдім. Өзім де компания ашып көрдім. Оны да көрдім. Көріп жатырмыз. Бизнес болған соң бәрін көріп жатырмыз. Ал сіздер каждыйыңыз келіп отырсыздар қазір да 30 мың салыңыз, 300 мың салыңыз да, қазір сіздер 300 мыңға көтеріп алмасаңыздар, 15-ші уровеньге дейін өздеріңіздің бонустарыңыздан қағыласыздар. Енді жаңа каждый өзіміздің жаңағы айтып кеттім ғой, структурный бонусымыз болсын, реферальный бонусымыз болсын, 24-ші уровень алатын повторный бонусымыз болсын, барлығы осы воскресенье цикл жабылған соң келесі понедельниктен бастап жүретін болады. Яғни сіздер уже үлкен шекке бара жатырсыздар. Бұл жерде қана мақсат деген адамның мақсаты болса, цель келді бір адам, бұл жерге денсаулыққа келді, бір адам ақша табуға келді. Бірақ бұл жерде бір адам ақша тауып жатыр, екінші адам продуктыға келіп, продуктының результатына жұмыс жасап кететіндер бар. Продукцияның жұмыс жасайтыны. Сіздер қазір өздеріңіз наборларыңыз көтеріп алып, 15-ші уровеньге дейін ашылады. Понимаете, 15-ші уровеньге дейін уже сіздер ашатын боласыздар. Структурный бонусты 12-ші есептеңіздер. 15-ші уровеньге дейін неше миллион адамнан сіздер 10 мың, 5 мың, 2 мың теңгеден аласыздар. Это же круто. Это же круто. Просто адам мынандай ғой. Бізде қазір менің өзімнің практикамда любой оқимыз. Бірақ оқыған адамдар не істейді? Практикаға жібереді. Ол практикада көреді. Сол сияқты практикада көріп келдік бәрін. Маркетинг қалай болатын, бинар қалай болатын. Неше жыл, 15 жыл бері бинарда келдім. 15 жылдан бері бинардың цикличный бинар, гибридный бинар, тағы бірдеме бинардың түрін көрдік. Бірақ маркетингтің осыншама әділдігі, осы маркетингтің сіздің уровеніңізде енді 15-ші уровень деп сөйлейміз, 15-ші уровеньге бір адам келгенде 14 адам алады. Әділ емей не маркетинг? Әділ емей. Өте прямо қалай айтқанда да жүрекпен айта аламын мен. Себебі бұндай маркетингті бұрын соңды мен көрген жоқпын. Понимаете, бұрын соңды көрген жоқпын. Сондықтан қазір мен сұрақтарыңыз болса қоса берем жаймен. Қолдарыңыз көтере беріңіздер, дальше сөйлей берем, хорошо? Событиядан қалмаңыздар. Юме эвенттің кімде мүмкіншілік бар, Шымкентке барыңыздар. Мирхат Мырза, директор компания, президент компания Мирас Мырзаның өзі болады. Ол жерде командасымен Юме эвентті өткізіп кетеді сіздер үшін. Сондықтан ол компания, сіздер көзіңізбен көресіздер, что бұл жерде сенімді компания. Қай компания хорошо, бір шетелдің компаниясын айтайық. Шетелдің компаниясын көріп та жатқан жоқса, кто директор, кто основатель, кто бухгалтер, кто юрист, тағы. Бұл жерде кеше открыто картасын ашты и дорожный картасын ашты. Қалай болатын? Понимаете, экосистема самый сейчас, который на разгаре, который қазір тренд дейді ғой, трендовая система. И сіздер соның первый из них бірінші адамдарсыздар. Сұрақтарыңыз болса айта беріңіздер. Қоя беріңіздер, ашып атыңыздар. Алия ханым, кешірік, менің сұрағым бар, анау үлкен пакеттерде 150-де, 300-де реферальный ссылка екінші, үшінші орын қалады ма, или бола ма, болмай ма? Екінші, үшінші уровень болмайды, одан да көп ақша уровеньге беріліп жатыр, 15-ші уровень ашты. Екінші, ол жерде сіздер 50-100 адам бір ширinaға тіркемейсіздер ғой, үнемі реферальный алады. А команда, когда команда имеешь, ол кезде уже сіздің глубина ашқан жақсы. Сондықтан 15-ші уровень ашылды. Алия ханым, саламатсыз ба? Мына пакет, получается, 30, 60, 150, 300 дегендер алынып қалады ма, әлде сол күйінде қала ма? Алынып қалады. Сіздер магазинге кіргенде каждый адам, бұлай міне сіз 300 мыңға кіргізгіңіз келсе, 10 продукция аласың дейді да, и ана адам 10 рет продукция сатып алады корзинаға. Сонда оның уже объемы 300 мың болады. Бірақ сол процентный соотношение сол төлене береді.
Бар ма сұрақтарыңыз тағы? Ол уже 10 продукция алды, сіздің уже реферальный бонусыңыз 60 мың баяғы. И получается, іштегі өнімдерді уже адам өзі таңдап алады да, бұрынғыдай берілмейді, өзі таңдайды. Қазір 10 симбиот алам десе де, это ваше. Тағы бір сұрақ қояйын. Бұл қашан қосылады? Келесі воскресенье, осы воскресенье цикл жабылады, келесі понедельник уже қосылып кетеді. Жаңа сайтпен ба? Жаңа обновленный? Все, рахмет. Алия ханым, сонда 30 мыңға 3 уровень структурный жүреді, солай ғой? 60 мыңға также остается просто пакет названиялар болмайтын наборы деген. Да. Правильно же? Да, правильно. 150 мыңға 9 поколение, 300 мыңға бір уровень қосты, 10 поколение и 300 мыңға 15 поколение. 300 мыңға 15 поколение. Рефералка бәрі солайдан қалады, я? А сонда, допустим, 120 мың теңгеге заказ жасаса, адам 4 продукция алса, қанша рефералка, қанша структурын түседі, қалайынан санай аламыз? 4 продукция алса, уже қараңыздар, 20% қой, енді процентный соотношение жоқ, о жерде солай санала береді ғой. Жоқ, структурный қалай аламыз сонда? Сол жерлер түсініксіз да? Структурный да, қазір, например, бір адамнан 5% болса, соны есептей бересіздер ғой. 4 продукция алса, 4 мың теңге. Все. Тағы сұрақтар? Менде бір сұрақ. Мына өнімге жаңа 36 мың дедіңіз ғой. Получается, бағасы өсті ма или қалай? Барлық өнімдер болмайды. Жантақ, лецитин барлығы 30 мыңнан. Только магний қымбат келді да, қымбаттау. Сонысын 36 мың болады. О жерде 36 мың қалса, сондай процент төленеді. Алия ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алия ханым, сонда бірінші, екінші, үшінші адам екі еселенеді деген кезде енді пандемиктен баса болмай ма сонда? Болмайды ол. Бұрынғыдай төлене береді ол сонда, алғашқыдай, я? Бұрынғыдай төлене береді, бірақ реферальный маркаста 3 уровень алатын едік қой. Бірақ 12 уровень структурны алатын едік. Қазір структурный бонусты ұзартты, 15 уровеньге дейін реферальный бонусты 3 уровень алмаймыз. Наоборот, енді сіздерде бір 8 реферал алуыңыз мүмкін, 8 рефералдың астынан там 2 болғанда 16 адамнан алуыңыз мүмкін да, а сіздер мына жерде 16 мың адамнан сіздер осыншама 10 мың теңге, 2 мың, 5 мың теңге алып отырасыздар да, понимаете? Значит, жаңағы 300 мың қойып, 180 мың тек қана осы субботаға дейін, я? 9-на дейін. Қазір кімде личниктері бар, үшінші личниктерін қойып, мүмкіндіктері бар, 180 мың теңгесін алуға. 180 мың болсын, 18 мың болсын, утроен алуға мүмкіндіктері бар. Жақсы. Алия ханым, жақсы түсіндіріп жатырсыз, күшті. Менде бір сұрақ. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, Гүлвира ханым, саламатсыз, айта беріңіз. Бізде мынау 24 линия ашылады деп жатырмыз, е? Понедельник басталған новый сайтта барлығымыз бірдей подписка жасаймыз ғой. Иә. Клуб жаңа ссылка алу үшін ол бізде жаңа келген новичокта, е? Дұрыс па? Иә, қазір біздерге новый ссылканы ашады, уже новый обновленный сайтты ашқанда, даже менде подписка жасайды. Менде подписка жасайым, Кенже ханымда қандай бранк оған қарамайды. О жерде автобонус сен новичоксың ба, барлығы бір деңгейде подписка жасап шығады. Не үшін подписка жасайды? Бұл жерде ссылка аласыздар. Во-первых, во-вторых, уже, например, қазір Астана осы күнге дейін күтті, сервисный центр магазин ашылған жоқ. Бірақ қазір басқа қалалар күтпей, сайттан заказ беріп, ала беретін мүмкіндігі бар. Каждый логистиканы сөйлесіп қойды, сол жерден пункт выдачадан барып, өздері алып кетеді.
онлайн даже магазине онлайн да істей беретін болады. Соның үшін ол подписка бәріне теңдей жүретін болады. Түсінікті. Тағы бір сұрақ. Сол 24 қай пакеттерден басталады? 30-дық пакет, 300-дік пакет бәрі атала ма? Сол сұрақты айтып жіберіңізші. 24 уровеньге 3, 6, 30 мыңға тұрғандар 24 уровень повторный покупкаден 3 уровень, старт плюста 6 уровень, жаңағы про набордағылар 15 уровень повторный покупка, макстағылар 24 уровень. Это повторный покупка. Әлия ханым, повторный пакетке бір өнім аламыз ба? Бір өнім аласыз ба, 10 өнім аласыз ба, өздеріңіз қарайсыздар. Ертең обновленный сайтта көресіздер. Уже ол жерде товар толады. Бұрын соңды сетевой компанияда болсын, басқа компания болмаған 500 наименованияға дейін бонусный программада товарлар болады. Ол жерде кешегіде айтып кетті, бытовой техникада қояды. Сіздер повторный покупка алған сайын, сіздер есептеңіз, менің командамда бір жылда 20 мың партнер жасадым, 20 мың менің командамда участник бар. 20 мың адамды, либо 2 мың адам, неважно. Бірақ солар айма-ай повторный покупка өздеріне керек, үйге керек нәрселер алған сайын сіздерге ақша түсе береді. Это уже как стабильно сіздерге жүреді. Қазір барып мен магазиннен алғанша мен Юми клаптан алам келіп. Также сіздерде солай аласыздар. Бұл Юми маркеттің товары емес, Юми клаптың товарлары күшті, бонуспен беретін болады. Әлия ханым. Сәлематсыз ба, айта беріңіз Гүлхан ханым. Кеш жары, қалдарыңыз қалай? Аллаға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Қоя беріңіздер сұрақтарыңызды. Қазір ашып жатыр ма, барлық бар екен? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. 300-бен тіркелген адамдар әлі магнит алған жоқ, долгта тұр. Олар соны алады, 36 мың емес, 30 мың мен сол өз бағаларымен жаңа тіркелген. Береді оларға. Новый подпискаларға уже 36 мың болады. Жақсы. Долгта кімде висит етіп жатыр, олар ала береді. Жақсы. Өскеменге әлі товар барған жоқ, адамдар әлі тосуда. Товар, көп товар келді, кеше видео түсіріп жіберген болады, көрдіңіздер ма? Тағы да қысылмай, мынандай ғой, міне заказ жасалды, уже товар кете беретін болады. Сол кейбір адамдар сол товарды тағы да өсті, біз секілді тосама деп тартыншақтап отыр ғой. Жоқ. Басында мынандай болып қалды ғой. Числомен берейік, порядокке келтірейік деп ойлады ғой, бірақ ол жерде көп адамдар біреу алды, біреу алмады, біреуіне кейін керек деген сияқты. И қазір любой запросқа жеріп жатыр. Товар көп, уайымдамаңыздар. Әрқайсыда 5 мың штуктан келіп жатыр. Сондықтан дым қорқынышқа орын жоқ, қорқпаңыздар. Сенімді болады. Сенімді болыңыздар, товар жетеді. Товар жағы көп партия уже заказ беріп қойды. Тағы бір сұрақ. Сұраңыз. Микрофоны ұшып. Руководство Өскеменге. Өскеменге руководство. Барса жақсы болар еді. Қазір міне жаңадан құрылып жатыр. 70-80 адамдай бар. 100 адам жинау керек па? Гүлхан ханым. Гаухар ханым. Сіздер Өскемен ғой, Өскеменге руководство келеді. Скоро өзім бара жатырмын офис ашуға. Как раз сол жерге келсеңіздер болады. Машалла, уже 70 партнер бар ма? Жақсы, біз білеміз, Манат мырзамен сөйлесіп отырмыз ғой, бір партияны алдық продукция. Енді сол жеке Өскеменге келген сұраймыз. Хорошо, жеке Өскеменге. Руководство, кстати, Астанада болады, Юми эвентте, сол кезде руководствомен кездесуге өздеріңіз келіп кетуге болады. Жоқ, өзіміз де келеміз ғой, біз енді басқа партнерлардың барлығы енді көбі келе алмайды. Аяқауым сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен нақтылап сұрап алайыншы, алдында Кенже ханым айтып өтіп еді, апгрейд жасаған кезде 30-30-дан секіруге болады деп. Барлығына. Болады, қазірде болады. Жоқ, 30-60 сосын сразу 150 секіретін еді қой. Соны енді 30. Қазір 30 мыңнан бір апгрейд былай ғой мұны. 30 мыңға сіз тұрсыз ғой қазір, 30 мың тұрсыз. Сосын ақша түсті сізге. Ақша түсті, сіз
30 мыңға тағы алдыңыз, 60 мың болды ма? Тағы 30 мыңға бір алдыңыз, 90 болды. Тағы бір алдыңыз, 120 болды. Бұлай пакетпен секірмейсіз енді. Бір күнде секіре бересіз, накопительно. Жақсы. Әлия ханым, сәлеметсіз бе? Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Әлия ханымнан сұрайын деген едім. Пригласитель, спонсор переливқа қойып бере аламыз ғой, иә? Обязательно. Или рефералка береміз ба? Жоқ, мынандай болады. Реферальныйны генерировать система. Ссылка, потому что каждый раз сізде спонсорды ауыстырып отыратын болсын деген болады. Ол видеомен шығарып береді новый неге, дайын тұр деген. Деген сіз боласыз, реферальный ссылканы сіз аласыз, жаңағы деген астына қойып берген адам болады. И любой адамның астына қойып Любой адам сіз реферальныйды аласыз, ол структурный алады, и сізде структурный алады. Все, круто, рахмет. Компанияның маркетингі қазір, қыздар, жігіттер, қараңыздар, Юми Club деп атырып қой, Юми KZ, только жатпай, тұрмай, 3 ай жұмыс жасасаңыздар, 3 айда турда, автода, хомда, бәрі сіздердікі ғой, бәрі сіздердікі. Помимо еще чегіңіз бар. Кеше Кенжеханның өзі айтып кетті, 2 ай жарымда 9 миллион, почти 10 миллион ақша тауып отыр. Ондай компанияда үлкен компания, масштабны үлкен, сонда біздің шақырған неше адам? Менде 4 адаммен мен алып отырмын. Мен бесконечный 20, 30, 40, 50 сіздер шошитындай адам жазып жатқан жоқпын. Всего лишь 4-ін жаздым, 4-інің 3-і істеп жатыр, ал сенесіздер ме? 3-і істеп жатыр. Сол 3-ін мен алып отырмын, сол ақшаны. Сіздер де ала аласыздар. Мен осы компанияға келгенде бірде бір командам болған жоқ. Новыйдан қойдым. Новыйдан Аллахқа дұға жасадым, берші маған мүмкіндікті, берші осылай. Берші маған, мен істегім келеді, мен түзелгім келеді, мен қарыздарымды жапқым келеді. Мен главное ниетті таза ұстасаңыздар, адамдар айта береді. Бірақ ол айтқан ешкім сіздің кредит, қарыз бәрін, магазин бірдеме, қарныңызды толтырып, холодильнигіңізді толтырмайды. Только өзіңізге сеніңізді Аллах тағала кімдерді жақсы көреді, тәуекелшілдер жақсы көреді. Сіздер тәуекел етіп осы маркетингпен шығатын болсаңыздар, жантақты айтатын болсаңыздар, жүрегіңізге бір қуаныш өзіңізге сыйлаңызшы просто. Поверьте өзіңізге. Мен таңғаламын, өзіне сенбейтін адамдар бар да. Өзіне сенбейді, окружение қайдан ғана сізге сенеді, который сіз өзіңіз сол миллионды алатыныз, сіз сенбейсіз. Понимаете, сіз сеніңізші, өздеріңіз сеніңізші, өзіңіз сенген жағдайда әлем сізге сенетін болады. Не болса айта беріңіздер, сұрақтарыңыз болса. Мен сөйлей беремін. Дұрыс айтасыз. Әлия ханым, менде сұрақ, мына повторный покупка дедіңіз ғой, жаңағы. Сол кезде мына экомаркет кірмейді, но получается біздің жантақтың өзінен көптеген продукциялар шығатын болып тұр ғой да, үйге. Дәл солай Мөлдір ханым. Сосын екінші сұрағым, Әлия ханым. Көп кісілер рассрочка сұрап жатыр, сол жағы ойлар екен. Рассрочка уже новый, обновленный да, рассрочка қосылады, барлығын қосып жатыр қазір, халық банктен де қосуға әрекет жасап жатыр, барлығын ретке келіп жатыр. Біздер, қараңыздар, компанияда старт болды. Енді уже полный стартқа компания көрдіңіздер, полный стартқа дайын болғандықтан, уже командасын көрсетті. Үлкен, бұларда уже маркетолог бар бұл жерде, финансист бар, бухгалтерия бар, юрист бар, операционный директор бар, сам президент бар, да, основатель бар. Бүкіл қандай маманы компанияға керек, соның барлық маманы бар, да. А сату жағынан біз маманбыз ғой. Біз сетевикпіз, біз сата береміз, понимаете? Компанияның каждый адамдар өздерінің рөлін алып кетті уже. Тағы сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Әлия ханым, открытие, ресми открытие декабрьда дейсіз, қай кезде болады примерно? Ресми открытие объявление жасайды 7-сіне, либо 6-сына деді ау деймін. Уже на днях нені жіберетін болады, анонсты уже билет алып дайындала берсеңіздер болады. Әлия ханым,
Мен бір личнигімде екі личнигі бар енді. Үшінші немножко не қылса, осы аптада тройной реферал ала ма? Я тройной реферал ала. 30 мыңнан Тройной реферал ала да үшінші адамға. Сіздерге 30 мыңнан болса да, үшінші адамды қойсаңыздар, неважно қандай пакетке қойсаңыздар да утроенно аласыздар. Осы 9-на деген да? Бұл үлкен промоушен берілген компания. Жақсы, рахмет. Ханым, менде бір сұрақ, мына по поводу вывода. Бізде қазір барлығы через Каспи ғой, мысалы көп кісілерде Каспи жоқ, кредитпен блокта Каспи болды, Жаңа айтып кеттіңіз ғой, новый обновленный сайтта через халық можно рассрочки деп. Получается, через халық тоже можно, да, вывод сделать? Да, бұл жерде сіздер қалай толып тұрасыз, ана жерде кеше Назгүл ханым бухгалтер айтып кетті, вывод деген бар ішінде новый сайтта, выводитті басқан кезде сол жерге уже АВР толтырып, уже автоматически шығатын болады. Сіздер қандай карточка, қандай нені указать етесіздер ИП-ны, соған қарай аударатын болады. Например, Каспи блокта халық ашық болса, халыққа жіберуге болады. Тағы бір сұрақ, жаңағы барлық адам ИП Даусыңыз естілмей қалды. Даусыңыз естілмей қалды. Қайталаңызшы сұрақты. кейбір адамдар ИП аша алмайды. Естіле ме? Енді естіліп жатыр. Тағы жабылып қалды сізде. Звук жабылып қалды. Жақсы. Рахмет. Әлия ханым, біз қазір, бір сұрақ қойып жіберейінші. Қазір адам тіркеп жатырмыз лишник, жеке ветка болып кетіп жатыр, Жеке ветка. Сол веткалар ертең новый системада біреудің астына перелив қып, осы адамды қоя аламыз ба? Сұрақ түсініксіз Гүлвира ханым, қайтадан айтпасаңыз. Мысалы, қазір 4-ші, 5-ші, 6-ші адамды тіркеп жатырмыз, әрқайсысы жеке веткада отыр. Бірінші линияда. Сол адамдарды жаңа системада басқа адамдардың астына перелив қып бере аламыз ба? Жоқ. Болмайды. База қазір қай күйінде тұр, солай кетіп жатыр. Түсінікті, рахмет. Перелив қоятындар специально күтіп отыр, переливті қоймай, мына Айнұр ханым командасы қазір қанша адам күтіп жатыр да переливті. Если қазір сіздердің ширинаңыз ашылып жатса, значит, келесі адамдар солардың астына переливпен қоя беруіңізге болады. И им хорошо, и вам хорошо будет дегенде, бұл уже нормальный системаға келді, Аллаға шансыз шүкір, переливті қойды, что сіздің просто учите, перелив қойғанда 4-ші, 5-ші линияға қойып жатсыздар ғой. Ол жерде уровеніңіз сіздің первый личнигіңіз болса да, 4-ші, 3-ші уровень, 5-ші, 10-ші уровень болып санала береді. Хорошо? Сондай болады. Сол үшін мықты глубинаға жібермейсіз да енді переливте. Рахмет. Әлия ханым, тағы бір сұрақ. Товар оборот тур жаңа автобонус, квартирный бонус бойынша бірінші ветка 5 миллион болу керек, екінші, үшінші, төртінші ветка қосылып 5 миллионды беру керек, турда? Жоқ, бірінші ветка 5 миллион болу керек деген бұл жерде қағида жоқ. Например, 4 ветка сізде 2,5 миллионнан істеп беру керек болады. Болады да олай? Просто бір веткада ұзынына кете береді ғой бәрі. 10 миллион, бір ветка 10 миллион болып кетсе, соны 5 миллионын алады дегені ғой. Әлия ханым, мынау повторный покупкадағы нелер өткенде естіп қалып едім, товарооборотқа кіреді деп. Кіреді ма сол? Товарооборотқа кіреді, повторный покупкадегі, кстати, турбонусқа төленеді сол жерден, авто төленеді, холм төленеді, повторный покупкаден төленеді, ақша төленеді. Считается. Әлия ханым. Саламатсыз ба, айта беріңіз, Ақтолқын ханым. Саламатсыз ба. Неге жаңағы подписка экотовардың магазиніне подписка жасамаса, сонда біз ссылка ала алмаймыз ба сонда? Ссылка ала алмайсыз қазір. Новый сайтта каждыйыңыз қараңыздар. Қазір ертең новый обновление болғанда каждый адам подписка жасап қояды ол жерге. Каждый адам ол компанияның несі ғой, финансовый подушкасы дегенмен қараңыздар. Біздер қазір 4,5 мың теңгені мен жасамайым, анау жасайды деген жоқ, единый бәрі жасау керек.
Если подписка жасалмайтын болса, компрессия жүреді ол кезде. Системада қысқарады. Сондықтан каждый командаңызға айтыңыздар, что каждый адам отырып, үйінен товарды, как Каспий, кезет сияқты заказ беруге болады. Сонысын подписка жасау міндетті түрде. Алия ханым, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Подписканы айға и бір жылға жасау міндетті ме, әлде ай сайын жасап отырса бола ма? 4,5 мыңға жасауға болады, 15 мыңға міндеттелмеген ол жерде. Алия ханым, кеше осы 1 қарашадан бастап уже подпискасыз реферальный ссылка болмайды дегеннен кеше 30-ында подписка жасадық. Енді оны қайтадан жасаймыз ба сонда? 30-ында жасадыңыз ба? Жоқ, 30 қарашада. 30. Новичок жасады ма? Жоқ, мен өзім подпискам. Неге? Бұл обновленный сайтта ғой ол, обновленный сайтта ол жасалу керек. Обновленный сайтқа өтпедік әлі. Себебі ақылдасатын, что командаға не жақсы екенін бәрін қарап, біліп, бәрін біз компанияға үлкен ұсыныс жібердік, сол ұсынысымызды қабылдап, осындай 15-ші уровеньге дейін осындай жасайықшы, командамызда 12-ші уровень толқығандар бар, бір колбаскамен тіркей бергендер. А енді каждый уже білетін болады. Например, бинарға барған кезде қараңыздар, Фатима ханым, да, өкінішке орай, сіз тағы жасау керексіз. Потому что бұл 4,5 мың теңге қайтадан жасаймыз ба сонда? Ана күні презентацияда Астанада айтты ғой, 1 қарашаға дейін жаңағы подписканы жасамасаңыздар, реферальный ссылка арқылы уже не алмайсыздар дегенген 30-шы. Олар біріне дейін дегені обновленный, мүмкін обновленный, біздер айтамыз, мен біріне дейін деп айта алмаймын. Обновленный сайт болғаннан соңсын мен қақсап отырмын. Сайт обновление болады, новый сайтқа өтеміз, сол кезде жасайсыздар. Жасайсыздар, подписка да сол кезде жасайсыздар деп. Жақсы. Алия ханым, жаңа екі товарды Каспий кезеттегі сияқты заказ беріп алуға болады дедіңіз ғой, сонда логистикасын не компанияның өзі көтере ма, қалай болады сонда? Логистиканы сіздер, доставканы сіздер төлейтін боласыздар өздеріңіз. Доставканы төлеген жағдайда да сіздер бәрібір выгодный ценамен аласыздар. Ол доставкасы көпке шықпайды. Бір үлкен логистический компаниямен договорға отырған, оны уже компания тарапынан точно телеграм-каналға жіберетін болады. Хабарлама көріп отқан шығарсыздар, иә? Каждый источник, ол конкретно источник компанияның тарапынан келген бүкіл жаңалықтар сол жерде достоверный. Сол жерден келгенде айтатын болады, қай пункт выдача, ол жерде бүкіл қаланың адресін жазады. Бізде Батыс Қазақстанда тек қана Ақтөбеде бар ғой, екі товардың магазин, ал Ақтауларға қашан ашылады екен? Жоқ, Ақтөбеде емес, Алматыда бар, Астанада бар, Атырауда бар. Бар ғой уже. Біздің батыс жақтарға ашылмайды ма әзір? Атырауда ашты ғой. Ақтауға әзір болмай ма? Ақтауда қазір, смотрите, любой клиент жоқ жерге бар, өзі ашпайды ғой. Көп уже команда образоваться еткенге бүкіл қалаға ашылатын болады. Бүкіл қалаға ашылатын болады. Қарағанды ашылатын болады, Өскемен ашылатын болады. Біз заказ бергенде онда Астанаға заказ береміз ғой, да? Жоқ, сізге Астанаға заказ беріп қайтесіз. Сіз Ақтаудан болсаңыз, неден не істемейсіз ба? Атыраудан заказ бермейсіз ба? Сізге Атырау выгодно ғой. Ақтауда тұрсаңыз. Солай ма? Иә. Алия ханым, анау повторный пакетке Атыраудан товар алдырсақ болады ғой, да? Повторный покупке товар ол жерде эко-маркеттің товарлары жүрмейді, мана айтып кеткен болады. Бізде Юми кезетте Юми маркет деген бар направление, ол экосистема товар со скидкой. Без посредника аласыздар. Юми клаб деген бар, ол біздің қазіргі қатысып отқан. Соның ішінде отдельный товарлар шығатын болады, сол жерде повторный покупка алуларыңызға болады. Осы товар деп айтады ғой, да, сол жантақтың несінде. Оны неде тұрады? Магазин бар. Рахмет. Аха, жақсысыз.
Сонда енді Әлия біз ханым, келесі неде бір Әлия өнім ханым. алсақ та өзімізге қалаған өнімді ала аламыз, иә? Әрине А, өзіңіз например, қазір 30 мыңға тіркелсе, ионы серебра, например, хлорофилл керек, ионы серебра. 30 мыңға тіркелді, сізге синьор или лецитин керек, любойын барып ала бересіз. Әлия ханым, бір сұрақ қойсам бола ма? Иә. Анау, мысалыға электробытовой техника деп жатырмыз, магазиннен алған товардан осы айына бір рет бонус түсіп тұрады дедіңіздер басында. Сол өзінің күшінде ма, жоқ па? Иә, сол повторный покупка де, София ханым. Например, біздің Юми Клабтың магазинінде телефон тұр. Либо зарядный устройство тұр, либо туалетный бумага тұр, либо памперс тұр. Бірдемен алдыңыз, ол жерден сіздің командаңызда алды, бәріне повторный покупкадан 24 уровеньде санап тастайды. Содан біз бонус аламыз, иә? Әрине. Ой, рахмет. Осы маркеттен бес қой, Әлия маркет деп жазыстырып жатыр. Юми Клабтан айтып жатырмын, Юми Клабқа қояды. Юми Клаб деп айтыңызшы, а то бұл кісі маркет деп жазыстырып жатыр. Жоқ, Юми Клаб, Юми маркеттан емес, Юми маркет қайта айтып жатырмын сіздерге. Юми маркет деген бұл заводтың бағасымен тұрған, сіздерге подписка төлегендіктен без посредник сіздерге товар беріп жатыр компания. Бірақ ол жерден сіздерге жаңа Юми маркеттен төленбейді 24 уровень. Юми Клабтың өзінің отдельный магазины болады. STM деген, например, Юмидің маркасымен шығатын болады. На телефон Юми Клаб деп шығатын болады. Соны алсаңыздар 24 уровеньге дейін түседі. Мына конфет Юми Клаб деп шығатын болады. Соны алсаңыздар 24 уровеньден төлене береді. Бір памперс, либо прокладка шықты Юми Клабтың собственный товарный маркасымен, либо жаңағы келесі продукция шығады да, аналогы жоқ, уникальный, самый лучший енді. Өлген адам тірілтетін продукция деймін. Соны сіздер сол 24 уровеньден төленеді. Специально эксклюзивный товармен тұрған магазин — это Юми Клаб. Біздің сіздің қатысып жатқан бонусный программамыздың ол магазины. А Эко-маркет бір направление, Юми Клаб бір направление, Юми Travel бір направление, сондай направлениелермен бөліне береді. А который бізге қазіргі керегі, білетініміз, Юми Клаб себебі бұл жерден тамақ жейміз, нан жейміз, ақша табамыз, бонус аламыз деген сияқты. Біз Юми Клаб біздің қазір направление, который сізбен біз отырған чат, сізбен біз отырған сайт, соның бәрі Юми Клаб. Түсініңіздер ғой, ол жерде жантақтың линиясынан неше түр продукция шығады, шайдың неше түрлері шығады ертең, жаңағы мына 5 продукциямыз қазір дайын, солар тұрады. Енді бір адам келіп пакетпен ала бермейді ғой, алады, өзіңізге ішкіңіз келіп тұр қазір. Магний қақтан алып ішесіз. Магнийді алдыңызда повторный покупка жасадыңыз, сізге бәріне ақша түседі 24 уровень. Сондай ғой, это повторный покупка деймін. Түсінікті ма? Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Әлия ханым, сонда біздің кабинеттегі магазин Юми Клабтың магазині ма, или экотовар Юми маркеттің ба? Қазір бізде на данный момент Юми маркеттің товарлары тұр, бәріңізге көрініп қазір. Ертең бөлінетін, күні ертең сайт ашылған сразу бөлініп кетпейді. Ол жерге, ана жерде тұрады магазин деген болады, подписка деген болады, еще набор деген жерге эксклюзивный продукция деген болады. Сол эксклюзивный продукцияның ішінде, ол жерде сатып алатын болсақ та, повторный покупка жасайтын болсақ та, соның ішінде болады. Новый обновленный сайтта көресіздер өздеріңіз сол жерде. Әлия ханым, можно вопросы? Саламатсыз ба? Мен Кыргызстан, Ош, Буажар. Әлия ханым, саламатчылық. Бізде вывод как будет Кыргызстанға? Вывод Кыргызстанға? Давайте, Буажар ханым, мен оны точно уточню, как қазір оны, потому что немен АВР-мен жабамыз деді ғой кеше бухгалтерия. Насчет зарубежда біз сұрамаппыз, өкінішке орай. Давайте завтра уточню.
когда мен подписка кылганда картага которуп атам да деньги акчаларды. Вот сіздерге де ақшаны біздер через неге? Біздің Карты виза. Через виза можете, да, переводить? Конечно, спонсорлар бәрін істейді ғой. Ага. Например, вот мен подписка кылганыма уже 15 күндөн бери почти 2 неделя өттү. Бизде али сайтта көргөн жокпуз кабинетте, свои кабинеты мы не можем открывать. И там не видно ничего. Сіз онда Клян Абдрахман, через Клян Абдрахман видите мне, как раз мен сізбен хотела поговорить, соны ана адамдардың үшін подпискасы тұр деп атқан. WhatsApp-қа шығыңызшы, есть некоторые вопросы там. Хорошо. 15 адамды мен отправила, подписала. Ну, хорошо. Продукты как получим, как это все через Гулян Абдрахмана или через Айгерим? Моя спонсор Айгерим, это Айгуль, а потом Айгерим. Давайте через Клян Абдрахман, Айгерим хотел номер жоқ менде, Клян Абдрахмановаға шығыңызшы. Тройной звонок, хорошо? Хорошо, спасибо. Тағы бар ма сұрақтар? Аға, менде тағы бір сұрақ. Өзбекстанды тіркей аламыз, Өзбекстан адамдары? Сіздер тіркелгенмен, сіздер өздерің жауапкершілікті алып тіркей бересіздер. Бірақ компания официально ашқан жоқ, ешбір мемлекетті официально ашпағандықтан олар өздеріне жауапкершілік алмайды. Каждый өзінің жаңағы сіздің Каспийге жіберіп, өзіңіз былай ботпен тіркеп беріп жатыр. Сондықтан өзіңізге жауапкершілік алсаңыздар тіркеуге болады. А компанияның атынан мен қазір ештеңе айта алмаймын бұл жерде. Себебі компания жоқ. Өзбекстанды можно, да? Ага, понятно. Хорошо. Өзбекстан тоже можно выключить. Сұрақ бар ма? Жандарым, алтындарым, жүректерім деп отырайын ба? Сұрақтарыңыз бітірсек түсінікті деп ойлаймын. Қайырлы кеш, Алия ханым. Например, 15 мың теңге подпискаға төлеп қойдық қой, сол жаңадан сайт ашылған кезде просветчик көрініп тұрады ма? Или өшіп кетеді ма? Өшіп кетеді, новый сайтқа, жаңа тағы айтып кеттім ғой, новый обновленный сайтқа 4,5 мың 15 мың теңге қайтадан төлейді. Каждый өшеді. Бұрын ссылка олай болған жоқ па? Қазір ссылканы активировать ету үшін төлейді. 4,5 мың теңгеден төлеп қойыңыздар, ссылкаңыз обновление болады. Сол балл, сол адамдарыңыз, сол объемдарыңыз бәрін көшіріп қояды, оған уайымдамаңыздар. Юми Клабқа отдельно подписка ма или екеуіне бір подписка ма? Юми Клабқа отдельно подписка. Ол да 4,5 мың ба? Иә, 4,5 мың. Понятно. Алия ханым, эфир сақталады ма? Мен мысалы Павлодардан 50% негізі жоқ болып кетті трансляция. Мына эфирді сақталмайсыздар ма? Өкінішке орай запись трансляция жасамаппыз да, бір 2-3 күннен кейін тағы бір лидерге попросить етеміз шығып сөйлеуге. Хорошо, сол кезде міндетті түрде запись жасайтын боламыз, бізге напоминать етеміз. Себебі мына жарты трансляцияны мен пропустила. Қанша қайтадан кіремін, бесполезно, жоқ болып кетесіз. Зависает экран и все. Көп информацияны ала алмадым. Информация бере береміз ғой біздер, ұқтамай, жатпай тұрмай. Бүгінгі қанша үміттеніп едік, қанша жаңалықтарды ести алмай қалдық. Жақсы. Рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ болса мен... Гүлхан ханым, сіздің бар ғой, бір дұрыс интернетке жерге бармасаңыз, сұрағыңыз дұрыс келмей жатыр, өшіп келіп жатыр. Қосылмайды. Нақты ақпарат беретін продукциялар жөнінде врач бар ма компанияда? Врачтар бар, бірақ бізде Индира ханым бар, провизор. Ол продукцияның бәрін составына дейін кәдімгі изучать еткен, сол кісіге ертең попросить етеді, полный продукция жайлы айтып берсін сіздерге. Алия ханым, мне слайд бар ма, мне презентация?
бар слайдты жіберемін, слайдты қараңыздар. Мощный ол жерде барлығы көрсетілген, дорожный картасы, кто мы, куда идем и как идем деген сияқты. Сондықтан сол презентацияны кімді шығара басқан Ақтолқын ханым сөндіресіз ба? Сондықтан сол презентацияны жіберетін боламын, өздеріңіз қараңыздар. Көріңіздер, нелер Райхан Мұратовна дейді. Ал ашайын, тездеп сұрақтарды қойсақ, иә? Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Әлия ханым, мені естіп тұрсыз ба? Естіп тұрмын. Қайырлы кеш. Мен сізден сұрайын деген бір сұрағым. Мен осы октябрь айында осында сіздің компанияларыңызға 150 мыңның пакетімен кірген болды. Мен сол пакетпен сол тұрып қалдым. Мен адам шақыра алмадым. Әрбір адамдарға айтып едім, кестіре алмадым. Енді бұны адам шақырмай-ақ басқа қандай жолы бар ақша табатын? Мен негізі ақша табуға келген осы компанияға. Шақырмай ақша табатындай тұр. Мен адам шақырмай, Рита Райхан ханым адам шақырмай ақша табайын деп едім деп тұрсыз. Сіз полный енді мүмкіндікте Аллах тағаладан бергенде адамдар арқылы береді. Енді Аллах тағала маған бер десеңіз, ол сізге неше адам жіберіп жатыр? Одан бері тіркелгелі бері қанша адаммен? Просто өзіңіз ойлаңыз, қанша адаммен сөйлестіңіз WhatsApp-пен, қанша адаммен кездестіңіз? Кездестіңіз ғой, сөйлестім, бірақ келістіре алмадым, жаза алмадым, личный жаза алмадым. Сізді ол келістіресіз, сіз өзіңіз басында установка болды да сізде. Мен қазір адам шақырмай қалай ақша тапсам екен деген. Ол адамға сіз өзіңіздің, сіз реально ақша тапқыңыз келіп тұр ғой. Например, бала жылайды, алып бер, тағы бірдеме бер, ондай бір роль деген болады да, өмірде біздің ролімізді түсініңіздер. Ақша тапқысы келген адамда не болады? Тәуекелге бел байлайды. Өзіне уверенность деген көйлекті киеді, кофтаны, шашын тарайды, айнаға қарайды и жүгіреді. Арманына, мақсатына ақша табуға. И дальше бізде роль, мынандай жертва роліне кіріп кетеміз. Маған адам келмейді, мен келістіре алмаймын, у меня не получится. А у меня получилось, не получилось когда-то, но я не сломалась. Менің балдарым аш болды, магазин қарызға бермеді маған. Кругом қарыз, кредит бәр жерге, жаманаттың бәрі менде, ойбай әлі компания ашқан, ойбай ондай жаман деп. Барлығы от меня все отвернулись, но у вас же сондай состояние жоқ қой, от вас никто не отвернулась. Бірақ мен сонда да анаған айтам, мынаған айтам, который менде істеген ошибка үшін весь мир мен как будто наказать еткендей болды. Но я в этом не была виноватой. Бірақ мен состояние, роль дейді ғой, роль жертва мүлдем алып тастадым мен. Я никому ничего не должна. Мен ешкімге міндетті емеспін, и сізге ешкім міндетті емес. Адам шақырмай ақша табам дейсіз да, ол қалай болады? Уж сіздер роль жертваға кірдіңіз. Менде у меня не получается. Конечно, сіз айтып тұрсыз, установку миға беріп тұрсыз, у меня не получается деп. Понимаете, у вас все прекрасно получится. Енді басқа Әлия ханым, кешіріңіз, оның да басқа жолдары болмайды. Например, бір қайттан товар сатып алып, өзімен не істей берсем, олай да болмай ма? Тек қана адам шақыру ма бұнда? Адам шақырған мүмкіндікті көрсетіңізші. Сіз көрсетіңізші, сіз арқылы біреудің денсаулығын сіз түзейсіз. Сізге ол адам қарғыс айтпайды, ол рахмет айтады. Сіз магазинге шақырыңыз, сіздің арқаңызда келеді, скидкамен бірталай товар алады. Просто өзіңізге сеніңізші өзіңізге. Мен всегда айтам. Ол любой адаммен кездесесіз, сөйлесесіз, у вас все получится. Мен каждый адам сізге қазір Гүлия ханым айтады, я бар 300 мыңға или 150 мыңға бар традиционный бизнес ашшы десе, сізде бір айда өтіп кетті. Арендаңыз 20 мың болды, ана товарды алсыз, не получится деп отырмайсыз ғой, сіз әрекетін жасайсыз ғой. Сіз көріп тұрсыз, сізде күйіп баратқанын. Бірақ сіз осы зумға, например, алып келіңіз адамдарыңызды, зум болып атқанда, әрекетін жасаңызшы, берекет береді Аллах тағала. Сделайте просто шаг. Жақсы түсіндім, Әлия ханым, рахмет сізге көп. Никогда не сдавайтесь, и никогда не поздно. Еще не вечерде 70-тегі кемпір, әже,
үлкен сценада тұрып миллионер болады 74 жасында 70 жасына сетке келіп еще не вечер деді. Сол сияқты еще не вечер, у нас все впереди, только бізге беріп тұрды Аллах тағала байлықты, көзіміз қолымыз бәрі істеп тұр, Аллаға шүкір тұрдық ұйқыдан, и бізге не берді? Тағы рет мүмкіндік берді. Өмірімізді улучшать, еще один прекрасный день Аллах нам дал. А почему біз благодарны болып сол күнді жемісті қылып өткізуге болады ғой, жемісті қылып алып келуге. Бүгін бір адамға айттыңыз, иә, оның адамына айттыңыз, ол адамның келді, хорошо, проға түсті, 5000 теңге түсті. Ол адамға, оның адамына айтты, одан астыңыздың бәріне түсіп жатыр, сізге де түсіп жатыр. Конечно, команда да бақытты, сіз де бақытты боласыздар. Поэтому ұялмаңыздар, когда мы усек гоняем, 100 метр тіл бар ғой бізде, біреуді айтқанда мы можем айтуға, еще красочный, еще сказочный қылып айтып бере аламыз. А мы можем этот говорить сказочно, красиво, да, преподнести этот бизнес. Мы можем, просто надо хотеть, просто надо, понимаете, хотеть, желать надо. Желание болса, любой нәрсені тауды да тасты да қопаруға болады. Қазір вы знаете, шүкір Аллаға, санчес шүкір, да, ақша түсіп жатыр, аптасына түсіп жатыр. Мен мына жерде жылап, 2 ай бұрын, 2,5 ай бұрын жылап бастаған бизнесім. Адам келмей, маған отказ, полный отказ, хотя мен ешкімді өлтірген жоқпын. А когда мен сонда түсіндім, мен ешкімге міндетті емеспін, мен ешкімге қарыз емеспін. Мен единственная Алиямын. Я единственная Алия, который я смогу изменить свою жизнь, а не кто другой. И я достойна лучшего. Қазір мен қалаған киімді кием, қалаған нәрсемді жеймін, шүкір Аллах, қалаған жағыма барам. Это я сама создала ту атмосферу, а ешкім емес. И каждый из вас, вы можете эту атмосферу создать өзіңіз. Когда сіз қазір ұйықтап жатып, отчетыңызды жаздыңыздар, мен бүгін осындай жасадым, осындай адамға мен благодарнамын, маған благодарна, шақырған адамға благодарность, да? Благодарность ол благое, да, что сізді ұшыратын. Каждый нәрсені көру керек, что это прекрасно. Просто айтатын шығарда, Алия, ол оттай берді, конечно, миллиондарды алып алғаннан кейін. Нет, когда я осознала, что миллион жоқ болған кезде, аш болған кезде осы нәрсені түсіндім мен. Тоқ болғанда емес, мен аш болған кезде. Мен благодарность есіктің кілті, бақыттың кілті екенін түсіндіңіздер ме? Айналаға сол кезде сіздің жүрегіңіздің көзі ашылады сол кезде. Сол кезде жүректің көзі ашылған кезде махаббат ашылады. Махаббат барлық адамға ашылғанда өзіне өзі сізде притяжение басталады. Каждый адам келеді. Сначала вы должны себя любить, себя уважать, который осознает, что каждый человек, что это единственный экземпляр. Аллах создал нам здоровую, красивую, а почему бы не создать өзіміз атмосфераны, когда Аллах Тағала ризықты жіберіп тұр біреу арқылы, возьми, сделай деп. Мы-то можем сделать это. Просто надо верить. Түсініп тұрсыздар ма? Каждый қайтам. Когда-то мне никто не верил. Ақтөбеден бастадым, ешкім ерген жоқ, анаудан отказ. И все ждали идеальные моменты. Бәрі кто отырды, ой, идеально болсын, компания сөйтсін, анау бүйтсін, мынау бүйтсін. Идеальный момент ешқашан жоқ. Қазір ұйқыдан тұрдыңыз, қазір сіз тамақ ішіп отырсыз, маған тыңдап отыр. Вот идеальный момент. Не ждите чудо. Чудо, оно происходит уже в нашей жизни. Я это хочу говорить всем, говорить, что можно, оказывается, понимаете? Өлмеген адамның, тірі адамның всегда есть шанс, мүмкіндігі бар. Только надо верить, жұмыс жасау керек. Сұрақтарыңыз болмаса, мен осы эфирді аяқтасам, құрметті команда.